олар мензеп сол жаққа қарай қабілеттерін ашып отырған. Қазіргі уақытта бізде ондай қабілетті ашу болмай жатыр көп жағдайда. Ата-ананың үстем мойынсыну, мынау Алланың жолына қарай мойынсынбай, балаға өзінің дігірлетіп, өз қалауымен қабілетті жауып, шектелуі, көп балалардың мәңгүрттікке келуі және де ұрпақтың жолының жабылуына әкеліп осылай үлкен тығырыққа салынып жатқан кезең. Сондықтан өзінің қара қамының басын ғана ойлау емес бұл. Сондықтан ертеңгі күні ата-баба рухының қабілетін ояту, өзінің халқына деген қызметін жасау, рух разы болу керек. Рух, ата-баба рухы разы болған кезде, Алла да разы, ата-баба рухы да разы, және ұрпақ та разы болады екен. Сондықтан көп жағдайда біз кесіп-пішіп ортадан өзіміздің жолымызды сала алмаймыз. Сондықтан қабілет деген ол Алланың берген ырыздығы. Ата-бабамызға мынау